яғни ағзада инсулин көбейеді, сосын клеткалардың ішіне глюкоза кіре алмайды, ағзада энергия көп, бірақ оны клеткада тапшы. Сосын адамда миға сигнал барады, қарын ашты деген сөзге, сосын тағы да адам тамақты жей бастайды. Хотя ол ағзада артық энергия майға айналып жатыр бауыр арқылы. Сонда біз айтамыз, сіздің салмағыңыз баланы босанғаннан кейін ғана бірден ол көтеріліп кеткен жоқ. Мүмкін сізде босанудың, жүктіліктің алдында артық салмақ болды. Оның үстіне келіп жаңағы пролактин гормоны, ол қалыпты табиғи жағдай, сүт балада анасында сүт болуды қамтамасыз ететін. Екеуі қосылған кезде салмақ өте көп деңгейге бізде артып кетеді. Әрине, осыған қосымша енді бала емізуге, баланың қарауына байланысты ананың ұйқысы бұзылады. Сондықтан ұйқы бұзылған жерде қалқанша бездің гормондары бұзылады. Тиреотропты гормон дейміз, сол жоғарылайды. ТТГ гормоны дейміз. Сол ТТГ гормон жоғарылағанда зат алмасу тағы баяулайды. Сондықтан бірі қоса келе бір круг пайда болады. Сондықтан пока мы не разорвем этот круг дейді ғой, оның себебін тауып шешпейінше, ол салмақ біртіндеп қосыла береді. Сондықтан сіздің айтқаныңыз дұрыс, ең бірінші ол маманның кеңесіне жүгініп, тиреотропты гормон, инсулин, лептин, глюкоза, пролактин сияқты гормондарды тапсырып, эндокринологтың кеңесіменен дұрыс өзінде патология бар жоғын анықтап алу керек.